Бұрынғы табиғиндерді оятқыш емес, иманы оятқан. Бүгінде біздердің жүрегіміз өлген, Аллаға деген махаббат жоқ. Балам, түнде көп ұйықтама, өйткені түнгі ұйқы ақыретте адамды кедей қылады. Әуелгі ізгілер құлшылықты көп қылғаны сонша, аяқтары ісіп кететін болған. Имам Ағзам 40 жыл бойы құптанды алған дәретімен таң намазын оққан, яғни мүлдем ұйықтамаған. 2013 жылы 20 жасқа толғанда намазды бастадым. Жаспын, көзім жанып, қаным қайнап, жігерім тасып тұрған кез. Оған қоса, жоғарыдағыдай өсиеттерге тойып алғанмын. Сонымен амал етейін. Ертесіне оқуға барамын, жұмысым бар. Не керек, бірнеше күннен соң әлсіреймін. Түнгі ұйқы болмаған соң шаршау, өнімділіктің төмендеуі, иммунитеттің әлсіреуі, психологиялық тұрақсыздық, когнитивті функцияның бұзылуы секілді проблемалар басталады. Одан қала берді, амал ете алмасам, демек менің иманым әлсіз деп, өзімді одан сайын жазғырамын, қамшылаймын. Сосын күйзеліске түсемін. Күйзелістегі адам бақытты һәм жадыраңқы бола алмайды. Мен иманымды жазғырып жүрсем, негізі оған әсер ететін бірнеше факторлар бар екен. Олар географиялық, физиологиялық, әлеуметтік, кәсіби. Бірінші фактор географиялық. Сауд Арабиясы экваторға жақын орналасқан. Күн мен түн жыл бойы тең, яғни шамамен 11-12 сағат түн, 12-13 сағат күн. Ал біздің өңірде тұрақсыз, жазда 17-18 сағат күн, қыста 17-18 сағат түн болады. Себебі Астана қаласы экватордан 5667 километр, ал Мекке 2334 километр алыста жатыр. Экваторға жақын елдерде жыл бойы маусымдық өзгерістер тұрақты. Гринвич бойынша Астана GMT 6, ал Мекке GMT 3 уақыт белдеуінде орналасқан, яғни 3 сағаттық айырмашылық бар. Меккенің намаз кестесіндегі уақытты талдайық. Жаз айларында таң намазы 4:30-5:00, құптан 20:00, 20:30 аралығы, яғни құптаннан таңға дейін 7-8 сағат уақыт бар. Ал қыс айларында таң намазы 5:30, 6:00, құптан 18:30, 19:00 аралығы, яғни құптаннан таңға дейін 11 сағат бар. Ал Астананың намаз кестесінде жаз айларында таң намазы 3:00, 3:30, құптан 23:00, 23:30 аралығы, яғни құптаннан таңға дейін 4 сағат уақыт бар. Ал қыста таң намазы 7:00, 7:30, құптан 19:30, 20:00 аралығы, яғни құптаннан таңға дейін 11 сағат бар. Яғни Астана тек қыс айларында ғана Меккенің уақытына жақындайды. Екінші фактор физиологиялық. Жас адамның ағзасына кем дегенде 8-9 сағат ұйқы қажет, ал жасы келген адамдардың ұйқысы 4-5 сағатқа дейін қысқара береді. Демек, 20 жастағы жігіттің 50-60 жастағы егде адамның ұйқы режиміне еліктеп, амал етуі өте қиын болады. Сондықтан уағыздағы кейіпкердің жас ерекшелігін де ескеру қажет. Үшінші фактор әлеуметтік. Мысалы, имам Ағзам бай адам болған. Түнімен ұйықтамаса, күндіз ұйықтауға мүмкіндігі болады. Ал пақыр кедей адам түнімен ұйықтамай құлшылық қылып, күнімен физикалық жұмыс жасауы мүмкін емес. Істемесе аштан өледі. Төртінші фактор кәсіби. Бүгінгі мешіттердегі имамдардың жұмыс тәртібі күніне 8-12 сағат жұмыс істейтін адамдарға қарағанда анағұрлым еркін жұмыс тәртібіне жатады. Таң намаздан соң 5-ге дейін ұйықтап алуға мүмкіндігі бар, немесе 5-нен 2-ге дейін қолы бос. Сөйтіп түнде ұйықтамай құлшылық қылуға шамасы жетеді. Ал күніне 8-12 сағат жұмыс істейтін, соның ішінде физикалық қара жұмыс істейтіндерге қиын. Сол себепті бұл тақырыпта имамдарға уағыз айту оңай. Жас кезде көп нәрсені эмоцияға салатын едім. Көптеген уағыздарды сүзгіден өткізбей жұта беретінмін. Соның себебінен өзімді қинап та қоятынмын. Қазір барлығын ақыл сүзгісінен өткізіп, жан-жақты талдап, орта жолды ұстануды үйрендім. Ең бастысы, әрбір нәрсені өзінің контекстінде талдау керек екендігін түсіндім. Құлшылық пен ұйқының арасында баланс сақтауға тырысу қажет. Себебі ұйқының адам денсаулығына пайдасы орасан зор. Мұхаммед, біз саған бұл Құранды тым ұзақ түнгі құлшылықтар мен өміріңді қиындатып, бақытсыз болуың үшін жіберген жоқпыз, яғни оны қысқарт. Таха сүресі 2-ші аят.